Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі алғыс айту мерекесі құтты болсын. Мені тыңдағандарыңызға мыңда бір алғыс. Бай-бақуатты болыңыздар. Енді балықтар белгісіндегі адамдарға арналған гороскоп. Енді балықтар бізде наурыз айында туылған балықтар бар. Мен сол балықтар белгісіндегі адамдарды шын жүрегімнен құттықтаймын. Алдағы күндеріңіз тек сәттілікке толы болсын. Ал енді біз жұлдыз жорамалымызға көшсек. Жалпы 2 наурыз күні жер бетінде ай туады. Ай туған кезде 4 планета бірге болады. Олар ай, күн, Нептун, Юпитер. Яғни олар ай балықтар белгісінде келеді. Яғни өзіңіздің белгіңізде келеді. Сіздерге бұл жерде жаңа туған айда кез келген бастамаңыз сәттілікке алып келеді. Мысалы, жаңа проект бастауға, жаңа бизнес бастауға, немесе бір емделуге, немесе шетелге шығып демалуға, немесе туып өскен жеріңізге барып қайтуға, мысалы, өте сәтті. Немесе жұмысқа орналасуға, немесе ұнамай жүрген жұмысыңыздан кетуге өте қолайлы. Одан кейін сіздерді жалпы бұл сәттілікті кімдер көбірек сезінуі мүмкін? 1 және 6 наурыз аралығында туылған балықтар бұл сәттілікті көп сезінетін болады. Жаңағы мен ай туған кезде бұл сіздерге 1 домға келіп тұр. Яғни 1 дом біздің сыртқы түрімізге, денемізге, имиджге жауап береді. Мүмкін сіздер 2 наурыздан бастап сыртқы киімдеріңіздің бәрін тастап, жаңа киім сатып алуларыңыз ықтимал. Мүмкін шаш үлгілеріңізді өзгертесіздер. Мүмкін шашыңызды басқа түске бояуларыңыз ықтимал. Денеңізге деген сөз, мысалы, сіз тренажерный залға барып, денеңізді өзгертуіңіз мүмкін. Арық болып жүрсеңіз, толуыңыз мүмкін. Толып жүрсеңіз, азуыңыз ықтимал. Мүмкін бала көтерсеңіз де денеңіз өзгереді, денеңіздің қалпы өзгеретін болады. Сосын мүмкін сіздер есімдеріңізді де ауыстырасыздар. 1 дом паспортқа, визаға жауап береді. Одан кейін өмірлеріңізге жаңа адам келгелі тұр. Мүмкін ол романтикалық қарым-қатынас болуы мүмкін, немесе ол бизнес серіктестікте болуы ықтимал. Сосын сіздерде 1 домда дом жалпы ой-өріске жауап береді. Мүмкін сіздер мүлде басқаша ойлап бастайсыздар. Мүмкін қазіргі әлемдегі болып жатқан жағдайлар сіздің ойыңызды өзгертуі ықтимал. Сосын 5-6 наурыз күндері Солнце мен Юпитер 1 домда кездеседі, тағы да 1 домда. Жалпы сізге Солнце сіз боласыз. Сіз энергия деген мағынаны білдіреді, ал Юпитер сәттілік, жолыңыз болады деген мағынаны білдіреді, және мүмкіндіктерді білдіреді. Жалпы Юпитер планетасы әйел адамдар үшін некеге, балаға жауап береді. Мүмкін басыңыз бос болса, тұрмысқа шығуыңыз мүмкін. Егер балалы болғыңыз келсе, бала көтеруіңіз де ықтимал. Жалпы наурыз айында бізде ешқандай ретроградный планета жоқ. Кез келген бастамаларыңызды бастай беруге болады. Қорықпай бастай беріңіздер. Немесе ем алғыларыңыз келсе, ем алуға да өте қолайлы. Одан кейін жалпы бұл март айы балықтар сіздер үшін өте сәтті ай. Сосын сіздерге 7 наурыз күні Венера мен Марс аспанда бірге келе жатыр. Жалпы Венера әйел адамның энергиясы, Марс ер адамның энергиясы болады. Ол сіздерге
12-ші домға келіп тұр. 12-ші дом алыс жерді бейнелейді. Мүмкін сіздер алыс жолға шығасыздар. Мүмкін демалыс алып, тайм-аут алып демалуларыңыз ықтимал. 12-ші дом әрі құпияны да білдіреді. Бір құпияңызды ешкімге айтпайсыз. Бір сізде бір құпия болады, құпия жағдай болады, соны ешкімге айтпайсыз. Тек ішіңізде сақтайсыз. 12-ші дом алыс жерді білдіргендіктен, мүмкін сіздер алыс шетелге көшулеріңіз ықтимал. Мүмкін иммиграция жасайсыздар. 12-ші дом қайырымдылықпен айналысатын боласыздар. Мүмкін сіздер алыс жерге вақтовый методпен жұмысқа орналасуыңыз да ықтимал. Енді бұл әркімге әртүрлі келеді. 12-ші дом әрі эзотериканы жауап береді. Мүмкін сіздер нумерологтан кеңес аласыздар. Мүмкін сіздер өздеріңіз нумерология, бадзи, астрология саласын оқып бастайсыздар. Сіздерде 7-ші наурызда үйде отырып жұмыс жасайсыздар. Одан кейін туған жеріңізге саяхаттап барасыздар. Жалпы 12-ші дом өткен өмірімізді көбірек бейнелейді. Сондықтан өткен өміріңізді көп еске алатын боласыздар. Мүмкін ескі фотоларды қарайтын боласыздар. Мүмкін ескі өмірлеріңізді көп еске аласыздар. Сосын мүмкін ескі дүниелерді тастайсыздар. Өзіңізге көптен ұнамай жүрген ескі қарым-қатынасқа нүкте қоюларыңыз ықтимал. Жалпы 12-ші дом аяқталу деген бір дүниені тастау деген мағынаны білдіреді. 12-ші дом әрі больницаны білдіреді. Жалпы пластикалық операция жасатуларыңыз ықтимал. Жаңа бірінші дом келді ғой, бірінші домда сіздерде имидж, сырт киімдеріңіз немесе өздеріңіздің бір денелеріңізді ауыстыру, мүмкін енді жаңалайтын кез келді деп айтатын болсақ, 12-ші дом больницаны да білдіреді. Мүмкін екеуін қосқан кезде, мүмкін пластикалық операция жасатуларыңыз ықтимал. Мен енді пластикалық операцияны елдің бәріне енді жасатыңыздар деп айтпаймын, бірақ енді шамамен осындай болуы мүмкін. 11-ші наурыз күні Меркурий рыба балықтар белгісінде келеді. Балықтар белгісінде келсе, шығармашылықты білдіреді. Біздің ойымызды, идеямызды, іс-әрекетімізді, келіссөздерді, құжаттарды білдіреді. Бір адамдармен келісіп, мүмкін көп адамға сабақ бересіздер. Мүмкін сіздер жігітіңізден романтикалық хат алуларыңызда ықтимал. Енді бұл жерде де әркімге әртүрлі әрекет етеді. Маңызды құжатқа қол қоймас бұрын сіздер мұқият тексеріңіз. Сосын білетін адамдардан немесе юристтен, адвокаттан кеңес алыңыз. Сол маңызды құжатты оқытып алыңыз. Әйтпесе бір шикілік, бір қателік кетуі мүмкін. Жалпы Меркурий деген сөз хат жеткізуші планетаны білдіреді. Мүмкін көптен күтіп жүрген хабарламаны, көптен күтіп жүрген қағазыңызды, документіңізді аласыздар. Жолға шығасыздар. Жолда танысу болады. Одан кейін 18-ші наурыз күні сіздерге 7-ші домға келіп тұр екен. Жалпы 7-ші дом деген сөз ара қатынасты білдіреді. Ара қатынас дегенде жолдасыңызбен ғана емес, бизнес серіктесіңізді де білдіреді. Сүйікті адамыңызды білдіреді. Енді 18-ші наурыз күні бізде ай толғандықтан бізде эмоционалды күн болып есептеледі. Көп адамдар ашуланшақ болуы мүмкін, сол кезде жұмыстан кетіп қалуы мүмкін. Сіздерде де сондай жағдай болады. Егер жолдасыңызбен көптен ұрысып жүрсеңіз, төркініңізге кетіп қалуыңыз ықтимал. Немесе сүйікті адамыңызды кездестіресіз, бизнес серіктестікпен бірге жұмыс жасайтын боласыз. Жұмысқа қайтадан кіруіңіз ықтимал, немесе жұмыстан шығып кету.
осындай бір жағдайлар орын алады. Жалпы бұл айдың толуын 17-ші, 18-ші, 19-ші наурызда туылған адамдар көбірек сезінетін болады. Ал 21-ші наурыз күні өзіңізге қамқор боласыз. Жалпы егер 21-ші наурызға дейін егер өзіңізге қамқор болсаңыз, 21-ші наурыздан кейін энергияңыз мүлде басқаша бағытта өрбиді. Ол сіздерде екінші домға келіп тұр. Екінші дом жалпы ақшаны бейнелейді. Ақша көп келеді, бірақ шығында болады деген сөз. Бір мүмкін ақшаңыз көп, отпускной алуыңыз мүмкін, сіздерге ақшалай көмектесуі мүмкін, компенсация беруі мүмкін. Сол кезде үйлеріңізге бір крупный, үлкен зат сатып аласыздар. Оны шығын деп айтады. Ақша қалай келсе, солай кететін болады. 28-ші наурыз күні Меркурий тағы екінші домға келіп тұр. Өзіңізге немесе үйіңізге бір жиһаз аласыздар. Немесе екінші дом басқа біреудің ақшасы болғандықтан үлкен сомада кредит аласыздар. Менің енді болжамым осындай. Егер дәл келіп жатса, комментарий жазсаңыздар, мен қатты қуанатын боламын. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Бай бақуатты болыңыздар.